Сәлеметсіздер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ұйқы және ми қызметі. Бұл тақырыпта дұрыс ұйқы кезінде ми қалай жұмыс істейді және ұйқы сапасын қалай атқаруға байланысты қысқаша ақпараттар аласыз. Ұйқы дұрыс болған жағдай күнделікті энергия болады. Балалар үшін сабақты жақсы оқуға мүмкіндік жоғары болады. Ересектер үшін күнделікті жұмысқа энергия мол болып нәтижелі еңбек жасай аласыздар. Біз ұйқыны жай ғана демалыс деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде ұйқы кезінде ми мүлде тоқтамайды. Керісінше ол өте белсенді жұмыс істейді. Күні бойы шаршаған жүйке жасушалары қалпына келеді. Ми ақпараттарды реттейді. Ұйқы ағзаның табиғи қорғаныс механизмі. Егер адам дұрыс ұйықтамаса, зейіні төмендеп, есте сақтау қабілеті әлсірейді. Сондықтан сапалы ұйқы денсаулықтың маңызды бөлігі. Адам ұйықтағанда мидың бірнеше бөлімі бірге жұмыс істейді. Соның бірі гипоталамус. Ол біздің ұйықтау және ояну уақытымызды басқарады. Ал ми бағаны ұйқы циклдерін реттеп денені тыныш күйге ауыстырады. Гиппокамп болса, күндіз алған ақпараттарды өңдеп, есте сақтауға көмектеседі. Яғни біз ұйықтап жатқанда ми ақпараттарды сұрыптап жатады. Кеш батқан кезде мида мелатонин гормоны бөліне бастайды. Оны кейде ұйқы гормоны деп атайды. Бұл гормон эпифиз деп аталатын безде түзіледі. Мелатонин ағзаға демалатын уақыт келді деген белгі береді. Сондықтан түнде телефон жарығы немесе қатты жарық мелатониннің бөлінуін азайтып, ұйқыны бұзуы мүмкін. Ми бағаны ағзадағы ең маңызды бөлімдердің бірі. Ол тыныс алуды, жүрек соғысын және көптеген автоматты қызметтерді бақылайды. Ұйқы кезінде ми бағаны денені тыныш режимге ауыстырады. Жүрек соғысы баяулап тыныс алу реттеледі. Сондықтан ұйқы ағза үшін жай ғана тынығу емес, бүкіл жүйенің қалпына келу уақыты болып саналады. Гиппокамп мидағы есте сақтауға жауап беретін маңызды бөлім. Күні бойы біз көрген, естіген ақпараттардың барлығы осы бөлім арқылы өңделеді. Ұйқы кезінде гиппокамп маңызды ақпараттарды ұзақ уақыттық жадқа жібереді. Сондықтан жақсы ұйқы оқушылардың есте сақтау қабілетін жақсартады. Күн бойы жұмыс істеген кезде ми жасушаларында аденозин деп аталатын зат жиналады. Аденозин көбейген сайын адам өзін шаршаңқы сезіне бастайды. Бұл мидың демалу қажет екенін білдіретін белгі. Ал ұйықтаған кезде аденозин деңгейі төмендеп, ми қайта қалпына келеді. Ұйқы бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен жеңіл ұйқы басталады. Кейін адам терең ұйқы фазасына өтеді. Терең ұйқы кезінде ағза белсенді түрде қалпына келеді. Ал REM ұйқысы кезінде ми өте белсенді жұмыс істеп, біз түс көреміз. Бұл кезең есте сақтау мен эмоцияларды өңдеу үшін өте маңызды. Сапалы ұйқы үшін күн тәртібін сақтау маңызды. Ұйықтар алдында смартфонды ұзақ қолданбаған дұрыс. Бөлме тыныш әрі қараңғы болуы керек. Күндіз қозғалыс белсенділігі де ұйқы сапасына әсер етеді. Егер адам дұрыс ұйықтаса, ми жақсы жұмыс істейді, көңіл күй жақсарады және ағзаның қорғаныс күші артады. Көп адам ұйқыны жай ғана демалыс деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ұйқы мидың ең маңызды жұмыс уақытының бірі. Дәл осы кезде ми ақпараттарды өңдейді, есте сақтайды және ағзаны қалпына келтіреді. Сондықтан сапалы ұйқы денсаулықтың, жақсы есте сақтаудың және белсенді өмірдің негізі.